Сәлем достар, бүгінгі сабақта біз жүректің анатомия физиологиясын талдаймыз. Ең алдымен біз жүректің қайда орналасқанын білуіміз керек. Жүрек кеуде қуысында орналасқан, жалғыз ғана қызметі қанды айдау, перифериялық аймаққа қанды тасымалдап беру. Енді жүректің анатомия латыншаларымен бірге жазсам, анатомияны латыншаларын жақсы білмесек, бізде анатомияны оқудың мәні болмай қалатын еді. Енді жүрек негізі 4 камерадан тұрады. Ол сол жақ жүрекше, оң жақ жүрекше, оң жақ қарынша, сол жақ қарынша. Енді латыншаларын жазайын. Атриум, синистер, атриум, атриум декстер. Синистер, декстер сол жақ, оң жақ деген мағынаны білдіреді. Енді вентрикулус, синистер, сол жақ қарынша деген мағынаны білдіреді. Вентрикулус, декстер, оң жақ қарынша деген мағынаны білдіреді. Енді осы камералардың арасында екі клапан орналасқан. Ол клапандардың аты вальва митралис, вальва трикуспидалис. Митральный клапан, трикуспидальный клапан. Жүрекшелер мен қарыншалардың арасында орналасқан клапандар. Негізгі есік қызметін атқарады. Қанды негізгі жүрекшелердің қарыншаға өтеді ғой қан. Енді ары қарай нені қайтадан регургитация жасамау үшін осы клапандар керек бізге. Ал қанның қарыншадан керісінше жүрекшеге өтіп кетуі регургитация деп аталынады. Ол патологиялық жағдайда көрінеді. Енді негізгі тамырлары болады өзінің. Ең бірінші бізде негізгі артерия ол аорта. Сосын бізде өкпелік сабау, трункус пульмонарис. Және де бізде вена кава инфериор, оң жақ қарыншаға, оң жақ жүрекшеге құятын. Вена кава superior. Төменгі қосты вена, жоғары қосты вена қазақшалары. Және де бізде вена пульмонарис. Декстер, синистер. Бұл бізде жүректің анатомиясы болды. Енді жүректің физиологиясына тоқталсақ. Жүректің физиологиясы қандай механизммен жұмыс жасайды? Жаңағы насостық қызметін физиология түсіндіріп береді. Біз өмір сүруіміз үшін күнделікті демалып, дем шығарып, ол үшін бізге өкпе мен жүрек қажет, бір-бірімен өте тығыз байланысқан. Бізде адам организмде екі қан айналым шеңбері бар. Үлкен және кіші қан айналым шеңбері. Қазірше былай айтайын, сосын сабақ соңында өте жақсы түсінесіздер. Үлкен қан айналым шеңбері ол сол жақ қарыншадан басталады да, оң жақ жүрекшеден аяқталады. Ал кіші қан айналым шеңбері оң жақ қарыншадан басталады да, сол жақ жүрекшеден аяқталады. Енді біз осы механизмді түсіндіріп көрейік. Аорта бар бізде, ол бізде сол жақ қарыншамен байланысқан. Аортаның өзінің бізде жартылай тәрізді қақпақшалары болады. Жаңа анатомияда айтуды ұмытып кетіппін. Кешірім сұраймын, осы жартылай қақпақша тәрізді арқылы сол жақ қарынша бізде өте қалың. Қазір неге қалың екенін түсінесіздер. Себебі қанды айдайды. Көрдіңіздер ғой, аортада өте қысым жоғары, сол жақ қарынша қанды айдап береді. Енді осы жерде басталған қан осы организмге ары қарай таралады. Менің, например, қолыма таралды қан, артерия. Енді артерия дегеніміз не? Былай айта салсаңыздар болады, қарапайым тілмен. Артерия дегеніміз ол оттегіге қаныққан қанды жүректен сыртқы аймақтарға апарады. Мысалы, қолыма, аяғыма, бүткіл организмге апарды. Одан кейін вена дегеніміз не? Вена керісінше CO2-ге қаныққан қанды жүрекке апарады. Жүректен ары қарай өкпеге шығарып жібереді.
Енді мені қараңыздар, дем алдым. Енді сол жақ қарынша жиырылады да, оттегі қаныққан қанды осы жерге аорта арқылы тасымалдайды да менің қолыма апарды. Енді мына жерде қол бар ғой, қол оттегіні өзіне сіңіріп алады, артериямен келген оттегіні өзіне алады да, енді менің қолым тұрады да СО2-ні венаға құйып береді. СО2-ге қаныққан венадағы қан оң жақ жүрекшеге құйылады. Осы жерге келген қан. Осылай бұл үлкен қан айналым шеңбері деп аталынады. Енді бізде клапандардың қызметін түсінеміз. Осы кезде клапанның негізгі қызметі қанды оң жақ жүрекшеден сол жақ қарыншаға келіп құйып береді. Осы клапан ашылады, енді қан осылай түседі. СО2-ге қаныққан қан түсті. Осы кезде оң жақ қарынша жиырылады. Оң жақ қарынша жиырылғаннан кейін бізде трункус пульмоналистің өкпе сабауының тағы да жартылай тәрізді қақпақшалар болады. Бұл қақпақшалар қанды ары қарай өткізу үшін керек. Енді қатты жиырылғаннан кейін СО2-ге қаныққан қан қайда барады? Өкпеге барады. Осы екі өкпеге барды. Өкпеге барғаннан кейін бізде ол немен шығып кетеді? Дем шығарғанда шығып кетеді. Көрдіңіздер ғой, иә? Енді біз қайтадан өкпемен дем аламыз. Мұрын қуысы, бронх, ары қарай бәрі бір-бірін байланысқан. Трахея арқылы бізде оттегі қаныққан, қайтадан оттегі түседі. Осы кезде өкпенің бір-ақ қызметі бар, тыныс алу және оттегімен СО2-ні алмастырып береді. Оттегіге қаныққан қан келеді да, артерияға енді қайтадан сол жақ жүрекшеге құйып береді. Сол жақ жүрекшеден қайтадан сол жақ қарыншаға кетеді. Осындай организмде алмасып жүреді. Көрдіңіздер ғой, иә? Бұл жерде бір ерекшелік бар. Вена пульмоналис, оның ішінде артериялық қан жүреді. Солай жаратылғанбыз. Кейбір мұғалімдер шатастырады, венаның ішінде веналық қан жүреді деп. Ондай емес, венаның ішінде только осы жерде бір не бар, жаттап алыңыздар. Венаның ішінде артериялық қан жүреді. Осылай алмасып жүреді. Негізгі механизмі осы. Тағы бір айтып кетейін. Сол жақ қарыншада мысалы мен бастадым, демалып, көрдіңіздер ғой, оттегі түседі. Бронх арқылы оттегі түсті, оттегі ацинус болады. Оны келесі өкпенің анатомиясы кезінде айтып беремін. Ацинус альвеолаға арқылы қайтадан кетті, оттегі қаныққан. Қайтадан вена арқылы, оның ішінде артерия жүреді да, сол жақ жүрекшеге құйып береді. Сол жақ жүрекшеден сол жақ қарынша аортаға қайтадан тасымалдап береді. Жоғары қарай менің басыма, мойныма кететін осы тамырлар артерия арқылы кетеді, және төменгі артериялар арқылы кетеді да. Менің қолыма апарып берді. Оттегіге барды, менің бүкіл тінім алады да, оны тіндік тыныс алу деп атайды. Ары қарай СО2-ні шығарып береді. Осындай механизммен жүреді. Әрқашан жаттап алыңыздар, артерияда қан қысымы өте жоғары болады венадан қарағанда. Өйткені ол сол жақ қарыншамен байланысып тұр. Және мынандай механизм жаттап алыңыздар. Ең үлкен вена. Одан кейін венаға қарама қарсы үлкен вена ол аорта. Артерия. Одан кейін кішкентай венула, артериола деп аталынады. Артерияныкі. Кіші артерия веналар. Кіші артериолалар және ортасында капиллярлық тор болады. Ол тіндік қызметті жасау үшін бізге керек. Осындай басталған СО2-ге қаныққан қан кетеді, мына жақтан қайтадан СО2 шығарып береді. Осындай алмасуды жүрек пен өкпе бір-біріне байланыстырып жұмыс жасайды. Көп рахмет.